айда қалай толық ағылшын үйренуге болады? Егер сіз осы уақытқа шейін ағылшын тілін қаншама үйренуге тырысып көрген болсаңыз да, қаншама жыл уақыт құртып жүрсе, бірақ әлі сөйлей алмай жүрсеңіз, немесе басынан бастап үйренгіңіз келсе, бірақ қалай үйренетініңізді білмесеңіз, бұл сабақ сізге пайдалы болады. Егер сабақты соңына шейін қарасаңыз, мен сізге ағылшын тілінде уже бірінші 30 күннің ішінде сөйлеп бастайтындай, ал 5-6 айда нақты толық үйреніп, еркін сөйлейтін деңгейге қалай жету керек, нақты жоспармен, нақты этаптармен бірақ сабақта бөлісіп беретін боламын. Сондықтан бұл бүгінгі видео сабақ кімдерге арналған? Сіз егер бұрын ағылшын тілін үйреніп көрген болсаңыз, бірақ әлі де еркін сөйлей алмай жүрсеңіз, сіз сөздерді түсінесіз, бірақ оларды сөйлем құрай алмайтын болсаңыз, сөйлеген кезде сөздер бір жүйеге, сөйлемге бірікпей, бір-бірімен байланыспай қалатын болса, немесе сөйлеген кезде ұмытып қалатын болсаңыз, қолдана алмай қалатын болсаңыз, бүгінгі сабақты міндетті түрде қараңыз. Сіз егер ағылшын тілін бұған дейін бірнеше рет бастап, тастап кетіп жүрген болсаңыз, және нәтиже көрмей жүрген болсаңыз, қанша жыл үйренсеңіз де, нөлден бастап қалай үйренуге болатынын түсінгіңіз келсе, және 5-6 айдың ішінде ағылшынша сөйлеп кетуді мақсат етіп отырсаңыз, қараңыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен үйренеміз, неге адамдар ағылшын тілін қаншама жыл үйреніп еркін сөйлей алмайды, және бұл қателікті қалай дұрыстау керек, соның мәнін түсінесіздер, guys. Бұл нәрсені игнорировать етіп қаншама жыл жүре беруге болады. Егер елемей жүре беретін болсаңыз, сіз 5 жыл үйреніңіз, 10 жыл үйреніңіз, бәрібір ағылшын тілінде сөйлей алмай жүре беруіңіз мүмкін. Ал осы бірақ бір нәрсені байқау арқылы, осыған назар аудару арқылы, уже бірінші айдан-ақ нәтиже көріп бастауыңыз мүмкін. Себебі дұрыс жүйемен, методикамен үйренген кезде уже бірінші айдан-ақ нәтиже байқалады. Сол 5 айда сізге еркін сөйлеуге көмектесетін ол қандай жүйе? Одан кейін сөздерді ұмытып қалмай қалай жаттау керек? Еркін сөйлеу үшін оларды қалай жаттау керек? Одан бөлек сөйлеу үшін грамматиканы қалай дұрыс үйрену керек? Неге? Себебі адамдар көбісі грамматика біледі, бірақ оны сөйлей алмайды. Осы нәрсені талқылайтын боламыз. Және сабақтың соңына қараңыздар, сабақтың соңында сіздерге бір керемет өзімнің атынан жеке сыйлық дайындап қойдым, сабақ соңында айтатын боламын, Менің есімім Махнет Русланқызы, 8 жылдық тәжірибем бар ағылшын тілі маманымын. 6000-ға жуық үйренуші осы уақытқа шейін біздің курста үйренді, ағылшын үйренді. Лондонда Кембридж методикасымен ағылшын тілін беру методикасын алып қайтқан маманмын. 5 айда апр интермедиат деңгейде еркін сөйлеу курсының авторымын. Тіл дипломды, ағылшын тілі мамандық бойынша дипломды тіл маманымын. Енді қараңыз, бұл сабақты қарауға сізге бір-ақ себеп түсіну керек. Дәл қазір қарауға, соңына шейін тоқтамай, соңына шейін қарауға, дәл осы сол сияқты, дәл қазір шешім қабылдауға, дәл қазір ағылшынды ертеңге қалдырмай үйреніп бастауға бір-ақ себеп қазір деп алған кезде ағылшын тілінің қазір заман талабы болып кеткендігі. Қазір әрбір заманауи адам ағылшын тілін білуі керек. Қазіргі 21 ғасырдың бірден бір өмірді жеңілдететін әрбір адам білуі керек сияқты бір нәрсесі ол ағылшын тілі. Заманға еріп отыру үшін, жалпы өз қатарыңызда болу үшін ағылшын тілі білу қазір қажет болып тұр. Сондықтан қараңыздар, мен өзім жеке ағылшын тілі үйренуге 5 жыл уақытымды кетірдім, және сол 5 жыл үйрену барысында түсінгенім, ағылшынша үйренушілердің 90% бір қателік жібереді, мен де осы қателікті жіберемін. Ол біз мектепте болсын, немесе былай өзіміз үйренетін болсақ та, қаншама бір жергелерге барып үйренетін болсақ та, ағылшын тілін біз сөйлеуге үйренбейміз, просто ағылшын тілін біз түсінуге үйренеміз, түсініп ма? Түсінуге үйренеміз, жаттығулар жасаймыз, қараймыз, видеолар қарай береміз, бірақ именно сөйлеуді үйренбейміз. Сол үшін де біз қанша үйренсек те нәтиже болмай жүре береді. Мысалға, менің өзім қаншама сөздер білетінмін, грамматика түсінетінмін, жаңа 5 жыл үйренгеннің ішінде, бірақ сөйлеген кезде үнемі қиын болады. Мен сөйлей алмайтынмын, сондықтан көбісі дәл солай сөз жаттайды, грамматика оқиды, жаттығу жасайды, бірақ сіздер түсіну керексіздер, ағылшын тілі ол пән емес, мектептегі пән емес. Ағылшын тілі өмірде қолданылатын қабілет. Сондықтан оған бізге сөйлеуді үйрену керек, сөйлеу дағдысы
дағдысын дамыту керек, иә. Сол кезде көп адамдар мысалға қандай мәселемен келеді. Менің курсыма осы уақытқа шейін 6000-нан астам адам қатысты дедім ғой да. Ағылшын тілін түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын деп келеді. Сөздерді білемін, бірақ сөйлем құрауы қиын. Неден бастарымды білмеймін. Бастап тастап кете беремін. Немесе elementary деңгейінен аса алмаймын деп осы мәселелермен келеді. Сіз жаза кетіңіз комментарийге, қандай тіл үйренуде кедергі бар, соны жаза кетіңізші, окей? Қараңыздар, бұның барлығының себебі жоғарғы мен айтқандай тілге сөйлеуді үйренбегендіктен. Сонда сенде 1 жыл үйренсең де, 3 жыл үйренсең де, 5 жыл үйрен, мейлі 10 жыл үйрен, бәрібір нәтиже болмайды. Ал дұрыс жүйемен үйреніп бастасаңыздар, онда уже 1 айда сөйлеп бастап, 5-6 айда сөйлей алатындай деңгейге шығу керексіздер, иә? Мысалы, Сүйеу мырза, бізде мұнайшы біздің курсқа келген кезде осыған дейін қаншама рет курсқа қатысқан, бірақ нәтиже алмай жүре берген, бастапқы деңгейден аса алмай, иә. Неге? Себебі жаңағыдай ағылшын тілін үйрене берген, иә, как пән сияқты, бірақ сөйлеу дағдысы қалыптаспаған. Біз курста сөйлеу дағдысымен жұмыс жасадық, иә, курстан кейін 5 ай оқып интермедиат деңгейін меңгеріп шықты, интермедиат еркін сөйлей алатын деңгей, иә. Шетелдік компанияға интервьюдан өтіп, өзі армандаған қазір Катарда мұнай саласында жұмыс жасап жүр. Немесе Бибімариям, бұл бізде оқушы 3 жыл оқып көрген өзі. Жүйе жоқ, нәтиже жоқ, сөз жаттау қиын, бастапқы деңгей. 3 жыл оқиды, былай оқиды, иә. Вроде көп оқып жатқан сияқтысың, бірақ нәтиже көрмейсің. Себебі оның барлығы жүйесіз, басыңда каша болып араласып жатады, бірақ сөйлеген кезде оның барлығы бір сөйлемге бірігіп, жүйе болып аузыңнан шықпайды, иә. Осындай кімге таныс айтыңыздар. Вот, соның барлығын біз жүйелеп бердік. Курстан кейін upper intermediate деңгейде еркін сөйледі. Еще өзі ағылшын тілінен Дубайға олимпиадаға барып, 2-ші орын алып қайтты, иә. Анель студент бізде бастапқы деңгеймен келді. Сөйлеу, грамматика қиын болған, иә. Себебі сөйлеудің қиын екендігін барлығымыз білеміз, бірақ онымен дұрыс қалай жұмыс жасау керек екенін білмейміз. Сөйлеу ең қиыны, бірақ оны қалай жеңілдету керек, мен қазір ең соңында айтатын боламын. Курстан кейін ағылшын тілін деңгейі көтерді, Түркияға грант жеңіп алып, мұғалім мамандығында грантта Түркияда шетелде білім алып жатыр. иә. Енді бұлай 5 айда ағылшын тілін меңгеру үшін мына нәрселер керек. Ағылшын тілі жалпы өзі мына нәрселерден тұрады. Ең бірінші ол бізде сөздік қор. Бұны сіздер барлықтарыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Біз сөйлесек те, тыңдасақ та, оқысақ та, жазсақ та әрқашан бірінші сөздік қорға сүйенеміз. Сондықтан бізге сөздік қормен жұмыс жасау керек. Бірақ бұл жерде өте маңызды нәрсе бар, көп адам ескере бермейтін. Ол біз сөз жаттаған кезде зубриттап тақпақ жаттаған сияқты сөздің жеке өзін жаттаймыз. Бірақ сіз салыстырып көріңіз, өмірде қолданған кезде біз сөздің өзін емес, оны сөйлемнің құрамында қолданамыз, иә. Сондықтан бізге оны қалай жаттау керек. Жаңағыдай жеке сөз ретінде жаттайды да көбісі, тақпақ жаттаған сияқты сөздік кітабымен. Одан кейін ол сөздік қор үйренушінің пассивіне жиналады. Яғни сен қаншама сөз білесің, бірақ сөйлеген кезде қолдана алмайсың, иә. Вроде ол тілімнің ұшында тұр деп айтасың сөйлеген кезде, бірақ ол есіңе түспей қояды. Немесе аудармасын біліп тұрасың, бірақ қалай қолдану керек екендігін білмегендіктен сөйлей алмайсың деген сияқты. Жеке-жеке жаттасаңыздар сөзді солай болады. Ал егер де дұрыс жаттасаңыздар, активті сөздік қорда болады ол сөздер. Яғни сіздер оны қиналмай қолдана аласыздар, себебі ол сөздер ойыңызға өзі-ақ дайын күйінде келеді. Сөйлемдерді жылдам құрап бастайсыз, сөйлеуіңіз табиғи болады. Енді бұлай сөйлей алу үшін сөзді қалай жаттау керек? Контекстік методика арқылы, яғни сөздерді жеке өзін емес, қалай қолданады фраза түрінде жаттау. Мысалы, біз алайық сіздерде жұмыс деген сөз ағылшынша қалай? Job екендігін барлықтарыңыз білесіздер, бірақ сіз жұмысқа кірудің get a job екендігін білдіңіз ба? Немесе жұмыстан шығудың quit a job екендігін білдіңіз ба? Негізі шатасқан болуыңыз мүмкін, Себебі біз жаттаған кезде jobты тек job деп қана жаттадық. Ал мен айтып тұрған методикамен, біз курста қолданатын методикамен жаттайтын болсаңыз, біз тек бұны job деп жаттамаймыз, жұмыс деп жаттамаймыз. Жұмыста біз не істейміз? Жұмысқа кіреміз. Сондықтан жұмысқа кіру деп жаттаймыз, Get a job. Жұмысқа кіру, get a job. Немесе жұмыстан біз шығамыз, сондықтан жұмыстан шығу деп жаттаймыз. Quit a job. Түсіндірсіздер ма? Енді ойлап көріңіздер, сіздер өмірде қолдану керек болсаңыздар, тек job деп жаттаған болсаңыздар, бастарыңыз ауырып, миларыңыз қататын еді, Жұмысқа кіру деп айту керек болса, мысалы, мен жұмысқа кіргім келеді. Маған жұмысқа кіру керек деп айту керек болса, так, бұл жерде жұмысқа кіру дегенді қалай айтам? Кіру деген бұл жерде қалай деп миларыңыз қататын еді. Біріншіден, сосын сіз сөйлемді құрай алмай қалатын едіңіз, сөйлей алмай қалатын едіңіз. Біріншіден, екіншіден,
немесе тура аударып кететін едіңіз. Там кіру деген мысалға entry деген сөз бар бізде. Тура мағынасында физикалық тұрғыдан бір жерге кіру, иә. Сіз соны қолданып кететін едіңіз, бірақ ағылшын тілінде олай қолданылмайды, иә. Немесе жұмыстан шығу дегенде де, шығу дегенді тура аударып exit деп айтып кетуіңіз мүмкін еді, бірақ ағылшын тілінде олай қолданылмайды. Жұмысқа кіру get a job, жұмыстан шығу quit a job, иә. Мен айтқан методиканы жаттасаңыз, ол осылай қолданылу арқылы жаттағанда сізге осылай айту керек болған кезде өзі дәл осы дайын күйінде қалай қолданылады. Миыңызға бірден келеді, сіз аузыңыздан шығарып сөйлеп отырасыз, иә. Бірақ бұл бізде контекстік методика арқылы жаттау тоже жүйемен жүреді. Тек алып сөздердің барлығын бұлай біреумен ғана жаттай алмайсың. Сөздің тобына байланысты, сөздің түріне байланысты, иә, мысалға ол етістік па, сын есім, зат есім ба. Бұл контекстік методиканы әртүрлі қылып қолдану керек болады, иә. Сондықтан мысалға мен курста өзім барлығын жүйелеп, қайсысын қалай жаттау керек, жасап беремін дайын күйінде. Яғни әрбір сөзді контекстік жаттай алу үшін, оны қалай контекстке салу керек, оны де білу керек. Ол уже бізде методика, ол бізде уже әдіс құрал, иә. Тағы бір, яғни контекстік методиканың әртүрлі түрлері жаттау жолдары бар. Тағы біреуі, мысалға, қандайды бір мәтін арқылы жаттау. Елестетіп көріңіз, сіз біздің сабаққа келдіңіз, біз сабақтан алынған үзінді осылай мәтінмен жұмыс жасап отырамыз да, сол мәтінде ол қалай қолданылып тұр, сол күйінде алып сөздік қорымызға енгіземіз. Себебі сол мәтінде ол қалай қолданылып тұр, өмірде солай қолданады. Я, бірақ сіз оны күнделікті өмірде өзіңіз айту керек болсаңыз, байқамайтын едіңіз. Күнделікті өмірде өзіңіз айту керек болсаңыз, дұрыс аудара алмайтын едіңіз, сөйлей алмайтын едіңіз, қолдана алмайтын едіңіз. Я? Мысалға, бір ғана мысал, осы мәтінмен жұмыс жасау барысында бізде қиындыққа тап болу, барынша жасау деген екі фраза бар. Өмірде екеуі де қолданады. Я? Мысалы, қиындыққа тап болу, қиналу. Енді аударып көріңіз, миыңызға так, бұл жерде қиындыққа тап болу дегенді қалай айтамын деген сияқты, иә. Ал біз жаңағыдай контекстік методикамен жаттаған кезде өмірде қалай қолданады? Біз уже біліп тұрамыз қиындыққа тап болудың have trouble екендігін, иә, себебі мәтінде ол тұр. Have trouble қиындыққа тап болу, қиналу. Демек, сізге өмірде қиналу деп айту керек болған кезде, сізге осы have trouble деген сөз бірден басыңызға дайын күйінде келеді. Немесе барынша жасау, қолдан келгеннің барлығын жасау. Тура аударатын болсаңыз, тағы миыңызға татын еді. Қалай айтасыз? Жасау деген do, жарайды. Бірақ бұл жерде барынша дегенді қалай айтамын, иә, мысалы, do my best. Do my best, барынша жасау. Егер контекстік мәтіннен алып, дайын күйіне жаттаған кезде, уже осылай түсініп тұрамыз, қолдану керек болған кезде сөйлем уже өзі бірден келеді. Иә? Окей, екінші керек нәрсе бізге ол произношение, бірақ көп үйренушілер произношениені не істейді? Игнорить етеді. Произношениені мән бермейді. Бірақ произношение керісінше бізге еркін сөйлеуге, әдемі дұрыс естілуге бағытталып беретін, соны еркін сөйлеудің басын, негізін қалап беретін өте маңызды нәрсе. Я? Біріншіден. Екіншіден, произношение бізде біздің ағылшынша қалай естілуіміз ғой, я? Вот произношениеңіз анық, нақты, дұрыс болса, сөйлеген кезде кедергі болмайды. Сөйлеген кезде сіз еркін түрде, беглі түрде, тез түрде сөйлеп тұрасыз, я? Ал произношение мәселе болса, сіз тіліңіз қысылып, сөйлегеніңіз дұрыс анық шықпай қалады. Сондықтан произношение сөйлеуде тоже өте маңызды, бұны игнорировать етпеу керек, иә? Сіз игнорировать ететін болсаңыздар, примерно 2-3 айдан кейін сөйлеу керек болған кезде, әртүрлі сөздердің қалай айтылу керек екендігі миыңызда шатасып жатады да, сөйлеуіңізге сенімсіз болып қаласыз. Мынаны қалай айтатын едім, қалай оқитын еді деп, сосын оны сенімсіз болып, оны вообще айтпай, сөйлеуде қысылып сөйтіп қаласыз, иә? Ондай болмас үшін үнемі произношениемен жұмыс жасап отыру керек. Произношениемен жұмыс жасап отыру дегеніміз әрбір сөзге жеке-жеке тоқталып, оны ұзақ отырып оқу деген сөз емес, себебі произношение ағылшын тілінде қарайтын мәселелері өте көп негізі, иә. Сондықтан да бұл жерде біз қалай кездеседі, просто жүйенің құрамына жүйе құрамына кіреді, сол жүйенің бір құрамында оқимыз, иә. Мысалға, бұл жерде қалай жұмыс жасау керек деп жатқаным, мынандай сөздер ағылшын тілінде өте көп, да, мысалға, айтылуы бөлек, жазылуы бөлек. Вот соларды ескеру, мысалы, бір мысал ретінде. Мысалға, арал деген сөз. Island деп жазылып тұр, бірақ оқыған кезде ол island деп оқылады. Я? Енді сөйлеген кезде сіз island деп оқып тұрсаңыз, ол уже үлкен қате. Я? Немесе nature, nature деп жазылып тұр, бірақ nature деп оқылады. Я? Немесе келесі сөз ыңғайлы деген comfortable. Көбісі осыны comfortable деп оқиды. Comfortable деп оқу ол дұрыс емес, ол қате. Дұрысы comfortable. Дәл сол сияқты vegetable емес, vegetable. Vegetable. Артымнан қайталап отырыңыз, окей? Vegetable. Окей? Hard.
мынаны көбісі жүрек деген сөз, көбісі heart деп оқиды. Жоқ, ол ағылшынша heart, окей? Немесе аю деген сөз. Мынаны қалай оқып тұрсыз? Мүмкін bear деп оқып тұрсыз, иә? Бірақ ол ағылшын тілінде bear емес, bear деп оқылады. Bear. Түсініп тұрсыздар ма? Вот осы сияқты нәрселерді ескеру. Окей, үшінші ағылшын тіліне керек сөйлеуге бізде грамматика, иә? Яғни мұнда түсініп тұрсыздар ма логиканы? Сіздер тілде тез нәтиже шығару үшін әр қайсысы тілдің керек әр аспектісін қалай дұрыс үйрену керек екендігін білу керексіз. Түсініп тұрсыз ба? Келесі бізде ол грамматика. Мысалға, грамматиканы көбісінің біліп ережені, бірақ сөйлеген кезде қолдана алмайтын себебі біз грамматикаға тілден бөлек нәрсе ретінде қараймыз, иә? Біз ережеге үгіліп, бүкіл ережені зерттеп кетеміз, мысалы, ғалымдар сияқты. Бізге ол керек емес. Біз ол жерде ғалым болайын деп, лингвист болайын деп жатқан жоқпыз. Бізге сөйлеу керек, түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан бізге грамматиканы сөйлей алу мақсатында дұрыс үйрену керек, окей? Көбісі бізде грамматиканы, ережені қиын қылып жаттаймыз, иә? Тілден бөлек алып қараймыз, будто ағылшын тілі бөлек нәрсе, оның грамматикасы бөлек нәрсе сияқты. Сондықтан бізде қанша үйренсек те грамматика сөйлей алмау деген нәрсе болады. Оны автоматтандырмаймыз, себебі грамматиканы үйренгеннен кейін оны қолдану арқылы сөйлеуге қосып автоматтандырып отыру керек, иә? Немесе грамматикаға мүлде мән бермеу дегенде болмайды, себебі егер грамматикаға мән бермей оқитын болсаңыз, біз қалай дұрыс сөйлеу керек екендігін білмейміз, иә? Ал бізге қалай жасау керек еркін сөйлеу үшін? Біріншіден жеңіл ұға алу керек, себебі өзіңіз ойлап көріңіз логично. Егер сіз түсінбей тұрсаңыз қандай да бір тақырып, оны қолдана да алмайсыз. Қолдана алмасаңыз сөйлем де құрамайсыз. Сөйлем құрамасаңыз сөйлемейсіз деген сияқты, иә? Яғни барлығы дұрыс ұғудан басталады. Дұрыс жеңіл түрде ұқтыңыз. Жеңіл ұққаннан кейін сіз не істейсіз? Келесі қолданасыз, сөйлем құрайсыз, қайта-қайта қолдану арқылы автоматтандырасыз, пожалуйста, еркін сөйлейсіз деген сияқты нәрсе ғой. Бұл жерде, яғни грамматика, guys. Бұл жерде грамматика былай жұмыс жасайды ағылшын тілінде, еркін сөйлеулеріңізге дұрыс үйренсеңіздер, керісінше көмектеседі. Сіздердің үйрену жолдарыңызды жеңілдетеді, оңайлатады, түсініп тұрсыздар ма? Дұрыс үйренетін болсаңыздар. Ал көбісі беретін қателігі жаңағыда ереже түрінде үйреніп алады да, оны қолданбайды, дұрыс түсінбей жүре береді, иә? Бұған жақсы себеп те бар, себебі қазіргі таңда ағылшын тілінен ақпараттар өте көп грамматикаға қатысты. Сіз аннан біреуін бір сақтап аласыз, мыннан біреуін бір сақтап аласыз, ана жерден біреуін бір көріп қаласыз, мына кітаптан бір көріп қаласыз да, бірақ оның барлығы миыңызда бірікпейді, жүйеленбегендіктен соны түсінбей, қолданбай жүре бересіз, иә? Ақпарат өте көп. Сондықтан сіз оның ішінен ақпаратты сүзе алуыңыз керек. Өзіңізге ыңғайлы, түсінікті методиканы таңдауыңыз керек. Өзіңіз ұғып тұратын, сізге жеңіл түрде қарапайым тілмен, өмірмен салыстырып түсіндіріп беретін қандай да бір мүмкін мұғаліммен тауып солмен үйрену керек. Содан түсініп қарау керек деген сияқты, иә? Мысалы, мен грамматикалық тақырыптарды түсінген кезде бірден сөйлеуге қолдануға ыңғайлы болып отыру үшін өмірден мысалдарды өте көп беріп отырамын, иә? Фильмдардан, әндерден мысалдарды көп беріп отырамын, студент оның қолданылуын бірден түсініп отырды деген сияқты нәрсе ғой. Әйтпесе керісінше бізде грамматика сөйлеулерімізді жеңілдететін нәрсе, түсініп тұрсыздар ма? Мысалға, қазақ тілінде біз сөйлеу керек болсақ, біз грамматикаға қарағанда именно сөздік қорымызға көп сүйенеміз. Орыс тілінде де солай, иә? Ал ағылшын тілінде сөйлеу үшін, ағылшын тілі өте қысқа, конструкцияға сүйенетін тіл, логикалық тіл, формулалармен сөйлейтін тіл. Сондықтан сол грамматикалардың формулаларын дұрыс қолдануды бір дұрыс түсініп алсаңыз, бойыңызға сіңіріп алсаңыз, негізі сөйлеп кету ол оңай жүреді процесс, окей? Тек мәселе ары қарай практикада. Мысалы, ағылшын тілінде used to деген конструкция бар, иә? Мында Ахмет бар ма, жоқ па? Жарайды, мында қоя салайын. Used to деген конструкция бар, иә? Ол used to деген конструкция, біз оны сөйлеумен айтатын болсақ, біз мысалға айтушы едік. Used to деген бізде бұрын сен бір нәрсені жасайтынсың, бірақ оны қазір жасамаймын дегенді білдіретін конструкция. I дейсіз да, used to дейсіз да, қандай да бір етісті қоясыз, қимылды. Сонда уже дайын түрде сөйлем шығады. Мен бұрын осыны жасайтынмын, бірақ қазір уже жасамаймын деген, түсіндіңіздер ма? Яғни, мысалға, I used to сөйлеу деген қалай? Speak, yeah? I used to speak.
English. I used to speak English. Мен бұрын ағылшынша сөйлейтінмін. Яғни ол уже used to-дің тұрғанның арқасында түсінікті. Бұрын сіздің ағылшынша сөйлегеніңіз, бірақ қазір сөйлемейтініңіз. Okay? I used to travel. Travel саяхаттау. Мен бұрын саяхаттаймын, бірақ қазір саяхаттамаймын дегенді білдіреді. Yeah? I used to play. Мен бұрын ойнайтынмын, бірақ қазір ойнамаймын дегенді білдіреді. I used to work. Мен бұрын жұмыс жасайтынмын, қазір жұмыс жасамаймын дегенді білдіреді. Yeah? Бірақ яғни салыстырып көріңізші, қазақ тілінде айту керек болсаңыз, сіз екі сөйлеммен айтасыз. Мен бұрын өстетінмін, мен бұрын жұмыс жасайтынмын, бірақ қазір жұмыс жасамаймын. Яғни ұзақ сөйлем арқылы жеткіземіз. Ал ағылшын тілінде уже бір-ақ сөйлем арқылы біз жетіп тұрмыз. Грамматика бізге осылай логика құрып, сол арқылы сөйлеуге көмектеседі. Сізге тек сол логиканы түсіну керек, жеңіл түрде түсіндірсіз ба? Келесі бізге керек нәрсе ол listening, reading, writing дегендер. Бұлар да маңызды, бұларға бірақ қазір тоқталмаймын, иә. Бірақ бұл да тілдің бір бөлігіне кіреді, бұларға да тоқталу керек. Келесі speaking, сөйлеу, ең маңыздысы, осыған оралайықшы. Speaking, сөйлеу, және ең маңыздысы және ең қиыны. Себебі жаңағыларды басқа айтқанда сен өзің бар материалдар арқылы үйрену керек болсаң, сөйлеуде сен өзің сөйлеу керек боласың. Бірақ сен қалай сөйлеу керек екенін білмейсің, қалай практика жасау керек екенін білмей, миың қатады да сөйлемей жүре береміз, иә. Сөйлеуде қиындықтың болу себебі, сөйлей алмаудың себебі тұрақты практика жасамау, иә. Әрине қалай жасауды білмеу, практиканы сөйлеуді немесе қате жасаудан қорқу бізді қатты тоқтатады, иә. Және қатемен жұмыс жасамау тоже бізде сөйлеуде деңгейімізді көтермейді. Яғни сөйлей беруіңіз мүмкін, бірақ қатемен жұмыс жасасаңыз деңгей көтерілмейді. Сондықтан сізге бір жағынан сөйлеу керек, бір жағынан ол деңгей көтеріле беру керек қой, иә. Вот сол үшін қатемен жұмыс жасап отыру керек және оны жүйелеу керек, иә. Вот, соны яғни сізге керегі тұрақты практика, орта, яғни тұрақты практика ол қандай да бір ортада живой түрде жүруі керек, иә. Қолдау, кері байланыс керек сізге, және жүйеленген қандай да бір әдістер арқылы сөйлеу керек. Сіздерде қысылмай, сенімді түрде еркін сөйлейтін боласыздар, иә. Бұл жерде, guys, сіздер түсіну керексіздер мынаны, бізде сөйлеудегі мақсат, guys, біз сөйлеуде өмірде әртүрлі форматта қолданамыз ғой, иә. Біз мысалға қысқа сөйлесу бар, просто привет, қалайсыз, не істеватсыз, не жаңалық деген сияқты. Бір жерде сіз отырып біреуге бір нәрсені түсіндіру керексіз ұзақ уақыт бойы. Келесі бір жерде свиданияда отырсаңыз, мысалға сіз танысу деген нәрсені бір-бірлеріңізге қызықтырып, ары қарай сөйлесуді алып кетуді білу керексіз. Сондай ситуация болады. Бір жерде сізге презентация жасап 1-2 минуттық толық сөйлеу, өзіңіздің ойыңызды айту керек болады, иә. Яғни сөйлеген кезде бізде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Практика жасаған кезде соның барлығын толық қамтып практика жасайтындай, тіліңізге ендіріп жаттықтыратындай толық қандай да бір сізге практика жасау жүйесі керек, иә. Бір мақсат бізде қорқынышты жеңу үшін сөйлеу. Сондықтан біз практика жасаған кезде қандай да бір жүйеге салып береміз. Біреуін сен бір практиканы автоматтандыру үшін жасайсың, бір практиканы деңгей көтеру үшін жасайсың, бір практиканы қорқынышыңды жеңу үшін жасайсың, бір практиканы жаңағыдай ұзақ уақыттық сөйлеуді үйрену үшін жасайсың. Яғни талқылау, келісу, келіспеу, ойыңды айту деген сияқты. Түсініп тұрсыздар ма? Тіпті қалай сөйлеу дегеннің өзінде қалай болса солай сөйлей берсең, ол да сенің деңгейіңді көтермейді. Даже сөйлеудің өзіне қандай да бір нақты жүйе керек. Әйтпесе деңгей өспейді. Түсініп тұрсыздар ма? Деңгей өсіре отырып сөйлеу үшін бізге осы жүйені қолдану керек. Яғни сонымен түсіндік қой, осының барлығы бізге ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін, толық 5-6 айда ағылшын сөйлеп шығу үшін қамту керек. Бұл жерде өте маңызды нәрсе. Бұлардың барлығын сен бірінші грамматика, сосын сөздік қор, сосын бар осыны үйренесің деген емес. Барлығы бір-бірімен байланыста параллельно жүру керек. Яғни ол бізде жүйе. Окей? Бір-бірімен барлығы бір байланысқан, нақты деңгейге сай бөлінген жүйе керек. Айларға, күндерге бөлінген, иә. Себебі жүйе болса, тіл үйренуді тез дамытады. Ал жүйе болмаса, жылдар бойы қанша оқысаң да сөйлей алмай жүре беруге болады. Жүйенің бір ғана мысалы, мысалға бізде курстан алған мысалы, қандай да бір платформада біз грамматикалық тақырып өтеміз. Would you rather деген грамматикалық конструкцияны өттік делік. Келесі күні Zoom-да живой сабаққа келеміз. Осы грамматикалық тақырыпты қолданамыз. Сөйлеудегі бір тақырыппен байланыстырамыз. Мысалы, әлеуметтік желі деген тақырып, иә. И әлеуметтік желіге қатысты сөздік қор аламыз. Келесі уже соны барлығын спикингке саламыз. Яғни сол сөздік қорды қолдана отырып, would you rather грамматикасын қолдана отырып, талқылап сөйлейміз. Оның одан кейін жаңа тыңдалым, оқылым, жазылым деген сияқты біреуін қосып жіберуге болады. Сонда
қараңыздар, нақты бір жүйе шықты. Оған қосылады ортаның қолдауы, куратордың кері байланысы, саған жаса, осылай үйтпейт деп бағыт беріп отыратын адам, сол кезде сенде нәтиже болмауы мүмкін емес, былай айтқан кезде. Окей? Сондықтан guys, сіздерде мәселе ағылшын тілін қанша жыл оқысаң да үйрете алмауда емес, просто сіздерде бұған дейінгі мәселе, сіздің бұған дейін ағылшынды ешқашан жүйелі үйренбегеніңіз, мәселе осыда болып тұр ғой, түсіндіңіз бе? Сондықтан сізге уже жүйелімен нақты үйрену керек. Яғни жүйе дегеніміз, бір сөзбен айтқан кезде, түсіну керек, қай деңгейден бастау керек, қай сөзді бірінші үйрену керек, қай грамматиканы қай уақытта үйрену керек, оныған қалай практика жасау керек, қандай материал сіздің деңгейіңізді көтеріп жұмыс жасайды, қай жаттығу шынымен нәтиже береді. Осының барлығы бізде жүйе. Ал егер сіз арасында интернеттен бір видео қарап қоясыз, ертеңіне бір сөз жаттап қоясыз, үшінші күні инстаграмнан бір видео қарап қоясыз, төртінші күні дуолинго жасайсыз, одан кейін бірде арасында спикинг практика жасап қоятын болсаңыз, ағылшын тілі үйренілмейді. Бұл жүйесіз үйрену, вроде айтасыз, ағылшын үйреніп жүрмін ғой, неге нәтиже жоқ. Себебі сіз қалай болса солай оқып жүрсіз, окей? Бірде былай деген сияқты. Оның барлығы бір жүйеге салып жүйеленбегендіктен сіз қанша сөйлесеңіз де үйрене алмай жүре бересіз. Себебі бұлар бір-бірімен байланысты емес, окей? Осылай үйренгендіктен біз деңгейді бір деңгейден аса алмаймыз, себебі оқып жатыр, бірақ деңгей көтерілуге негізделген нақты мақсат жүйе жоқ. Окей? Бұлай оқысаңыз, қанша жыл оқысаңыз да сіз нәтиже болмайды. Себебі жаңағыдай әрқайсысы барлығы бет-бет шашылып жатыр. Бастап тастап кете бересіз, себебі нақты нәтиже көрмегендіктен сізде мотивация өшеді, және сөйтіп бастап тастап кетіп жүре бересіз, И ағылшын тілі қиын сияқты, үйренілмейтін нәрсе сияқты көрінеді. Және бұлардың барлығы жүйені сіз бастағаннан кейін 5-6 ай тоқтатпауыңыз керек. Ол өте маңызды. Мысалға бір бастағасын 5 айлық жүру керек. Ең кемі, сондықтан да біздің курс 1-5 айлық жүйе қылып жасалған. Яғни былай айтқан кезде тұрақтылық, дисциплина керек, Неге? Себебі тұрақтылықпен нақты 5 ай оқымасаңыз, сіз бастап тастап кете бересіз да, басына қайта айналып келе бересіз, Мысалы, бір ай оқыдыңыз, арасында пауза болып қалды, келесі бір ай пауза болып, келесі кезде бастайтын кезде алдын оқығандарыңыздың барлығын ұмытып қаласыз. Сондықтан сізге қайтадан бастан бастау керек болады, И сол кругтан шыға алмай, айналып жүре бересіз. Түсініп отырсыз ба, сіздің бір деңгейден аса алмай жүруіңіздің себебі осыда болуы мүмкін, Себебі пауза болып қалады, сосын үйренуге қайтып айналған кезде қайтадан бастан бастайды. Сондықтан сізге бір бастан шешім қабылдағаннан кейін 5-6 ай нақты жүйемен үйрену керек тілді. Окей? Сонда бізге керегі бірінші нақты мақсат, ағылшын тілін не үшін үйренуіңізге, соны түсініп анықтап алыңыз, немесе төменге жазсаңыз болады, неге керек екен. Одан кейін жүйе, методика, тұрақты практика, қолдау, кері байланыс, орта, бағыт берушілердің болуы, талап қоятын адамның болуы. Осының арқасында біз мысалға 5 айда нөлден бастасақ та 5 айда ағылшын тілінде еркін сөйлейміз. Intermediate, upper intermediate деңгейін меңгеріп шығатын боламыз. Енді guys, менің сіздерге қазір ұсынысым, сіздерге өзім әрі қарай жеке консультация, жеке пробный сабақ ұсынамын өзімнің атынан. Және ол тегін түрде болады, ол жерде деңгейіңізді анықтаймыз, оны қалай алу керек екендігін айтатын боламын, және курс сізге келе ме, толық ақпарат беретін боламын, Егер де бізге сіз курсқа келіп нақты жүйемен үйренгіңіз келсе, нақты 5-6 ай бойы тастап кетпей, осы жолы точно нәтиже көріп, уже біріншіден ақ сөйлеп бастап 5-6 айда сенімді түрде ағылшынша ойыңызды жеткізіп сөйлеп тұрғыңыз келсе, онда мен сізді біздің 5 айлық нөлден бастап еркін сөйлейтін upper intermediate курсында күтемін, guys. Ол жерде сіздер аптасына 3 рет платформада сабақ үйренесіздер. Жаңағы жүйе, мен айтқандардың барлық жүйе, жоғарыда айтқан осы платформада болады, дайын күйде. Сіз басыңызды қатырмайсыз, қайсысын қай жерден аламын, қайсымен қайсысын байланыстырамын, артық уақытыңызды, энергияңызды кетірмейсіз, просто қарап отырасыз, үй жұмысын жасап отырасыз, кураторға жіберіп отырасыз, және осының барлығын біз тұрақты практикамен бекітіп қолдануға енгізіп отырамыз, Яғни аптасына 3 рет живой тірі практика болады.
ол бір шетелдік мұғаліммен, ол спикинг мұғаліммен, ол менімен, ол жеке куратормен деген сияқты, иә. Вот, енді ары қарай бұл формат сізге келе ма, ақпарат беру үшін, сіздің деңгейіңізді анықтау үшін мен тек араларыңызда 5 адамға пробный сабақ өткіземін, иә, себебі жеке болғандықтан әрбір адамға уақытым келе бермейді, сондықтан тек 5 адамға пробный сабақ өткіземін, видео сабақ арқылы жүреді. Онда біз сіздің нақты деңгейіңізді анықтаймыз, ағылшынша сөйлеп көреміз, нақты қай жерде проблема бар екендігін көрсетемін, не істеу керек екендігін көрсетемін, иә, және біздің толық курс жайлы сіздің форматқа келетін болса, ақпарат беретін боламын, иә. Ол пробный сабаққа тіркелу үшін мына төмендегі описанияда сілтеме бар. Иә, пробный сабаққа тіркелу үшін деген жазуды тауып алыңыз астынан, иә, описаниясын ашып, соған сілтемеге басып, форманы толтырыңыз, 1 минут уақытыңызды алады, иә. Ол жерде атыңыз, жасыңызды, деңгейіңізді көрсете кетіңіз. Мен сізге байланысқан кезде нақты түсіну үшін, иә, сол форманы толтырғаннан кейін біз сізбен, біздің команда сізбен байланысады, ары қарай уақытын белгілеп, сол уақытта уже біз сізбен видеозвонок арқылы пробный сабақты бірге өтетін боламыз, окей? Қараңыздар, енді дәл қазір шешім қабылдаңыз, иә? Ой, сосын көрермін деп ойланбаңыз, себебі қазір өзіңіз білесіз, осы уақытқа шейін қаншама жыл ағылшын үйреніп жүрген болсаңыз, оны ертеңге қалдырғанның ешқандай мәні жоқ. Ертеңге қалдырып жүре бересіз, иә? Қазір бір нәрсе жасамасаңыз, 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін еш нәрсе өзгермейді, иә? Мысалға, неге сіз жүйелі түрде оқып үйренген болсаңыз, неге сіз мысалға 3 жыл үйреніп жүрген болсаңыз да ағылшынды үйреніп шықпадыңыз? Себебі сіз дұрыс жүйе болған жоқ. Сондықтан содан разобраться етіп дұрыс жүйеге түсінгіңіз келсе, мен ұсынатын жүйеде сіздерді күтемін, иә? Себебі ағылшын тілі ол өзіңіз білесіз, мүмкіндіктердің тілі. Ағылшын тілі сіздерге саяхаттауға мүмкін. Ағылшын тілі, мысалға, менің өмірімде саяхаттау, карьера жағынан болсын, бүкіл өмірімнің сферасына әсер етіп келатқан нәрсе, иә? Ағылшын тілі маған 20 елге саяхаттауға мүмкіндік берді. Ағылшын тілі маған шетелде оқуға мүмкіндік берді. Ағылшын тілі маған шетелдіктермен жұмысымда болсын, карьера жағынан болсын, жалпы шетелде жүргенде болсын, шетелдіктермен сөйлескен кезде өзімді ұялмай, сенімді түрде ұстап сөйлесуге мүмкіндік береді. Ағылшын тілі заман талабына сай болып, маған білімді болуға мүмкіндік береді деген сияқты. Сондықтан сіздерге де сол мүмкіндіктерді ертеңге қалдыра бермей, қазір бастауға гайс кеңес беремін. Ол үшін төмендегі описанияда сілтемеге өтіп анкета толтыруға кеңес беремін, окей? Барлықтарыңызға сәттілік, гайс. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Have a good day, everyone. Bye-bye.